Жәнібек, бұл мен ғой ағаң, Мұрат. Мұрат? Аға? Маратсың ба сен? Иә, Мұрат. Аға, қайдасың сен? Неге көптен бері хабарласпай кеттің? Қашан келесің? Арғы күні келем. Арғы күні? Жарайды аға, мен сені күтіп алам. Аха, сағат 7-де. Болды. Ей, жалғызым ағам, я. Жақсы аға. Жәнібек, бауырым. Олым Саид, әйелім Халидат. Сәлем бердік. Жәнібек, мына сенің шаш қойың маған ұнамайды. Сайқы мазақ құсап. Сонда неменесіне сонша айғайлайсың, Мұрат? Мен саған сақал туралы айтып отқаным жоқ. Сақал қой әрине. Еркекке жарасады. Есіңде болсын. Еркек қатынға ұқсамауы керек. Жарайды. Түсіндім. Астағфиралла. Мынаусы несі тағы? Қоқыс қалақтыр. Субханалла. Бұл үйді көрмейтін болайын. Бұлар деген баяғы әкемізден қалған. Өзі бар кезде қолына газетін алып, Жә! жұмыстан. Мен саған айтмай емес пе, кімнен қалса да көзің құрт деп. Лақтыр қоқысқа. Неменесіне сонша айғайлайсың, Мұрат? Мен саған Марат емес. Менің жаңа есімім Мұрат. Жақсы, Мұрат болса Мұрат-ақ болсын. Түкте айырмашылық көріп тұрған жоқпын. Мұрат болса Мұрат деп атайын. Соның дұрыс болар. Мұрат, айтпақша, Халидатқа қамыр елесін деп айтасың ба? Жетінен пісіріп ата-анамызға, зират басына барып ата-анамызға Құран оқытып қайтайық. Олар сені қаншама күтті. Тіпті анамыз 4 жыл бойы атыңды аузыңнан тыстаған жоқ. Жәнібек, сен зират, қорым дегендердің басына барудың, және марқұмдарға Құран бағыштаудың күпірлік екенін білмейтін бе едің? Енді ол жаққа аяқ баспайсың. Біз ол жаққа бармаймыз енді. Жақсы аға, дегенің болсын.
Ең болмаса қайда жерленгенін көрсең деп едім. Ата-анамыз сені жақсы көретін. Қаншама күтті десеңші олар. Мен саған айттым ғой болмайды деп. Бұл тақырыпты жабамыз енді. Одан да алдымыздағы тіршілігімізді түгенде болайық. Тірі адам тіршілігін жасайды. Ең бірінші ана сенің жұмысың туралы. Саған ана ақшасы аз, пайдасы жұмысты тастауға тура келеді. Орман шаруашылығы дегенің ол мемлекеттікі. Біз бұл Құдайдан безген мемлекеттен ақша деметпейміз. Өзіміздің таза мұсылмандық жолмен тірлігімізді бастаймыз, иншаллах. Мұрат, мен қарапайым жылқы бағушымын. Анда мен бағатын жылқылар, ашық аспан, көгілдір көлдер, және де көгілдір тауларым да бар. Білсең айтшы, жұмыс жасамасам қалай өмір сүреміз? Мен тіпті жылқыларымды да сатып жібердім. Бақшамдағы бағым да өз қара басыма жететін. Сен келгесін бірлесіп тіршілігімізді түзейміз деп ойлаушы едім. Алдымен бауырым, саған үйлену керек. Сосын жаңаға әйелің екеуің сол шаруаны дөңгелетіп әкетесіңдер. Үйлену деймісің? Аға, маған үйленуге әлі ерте. Тіпті ұнататын қызым бірінші курсқа жаңа барып жатыр. Оның үстіне ата-анасы күйеуге шығуға рұқсат етпейді. Ол қайда оқитын қыз? Музыка колледжінде оқиды. Аға, бірақ ол домбыраны керемет тартады. Шын айтам. Сен не деп оттап отырсың? Енді біздің үйге сол музыкант, жын шайтандар ет керегі. Енді сол албастар туралы маған айтушы олма енді. Саған өзіңе лайықты әйел керек, айтқаныңнан шықпайтын. Ана менің қалидатым сияқты. Сонда ғана біз секілді еркін, бақытты ғұмыр кешесің. Түсінікті ме? Жарайды, түсіндім. Солай бауырым, әлияңды алып, рахаттанып ауылға қайтамыз. Әйел алудың қандай керемет екенін білемісің? Білмесең әлі-ақ білесің. Рахметіңді сол кезде айтарсың. Ата-анасының қарсы болғаны бізге бөгет бола қоймас. Ең бастысы қыз уәдесін берді емес пе? Иә, уәдесін берді. Здравствуйте. Здравствуйте. А у вас есть свободные номера? Да, есть, пожалуйста, ознакомьтесь. Скажите, у вас свободно номер 7? Да, пожалуйста, документы можно ваши? Угу. Сәлем, Әлия. Қалайсың? Мен сені бір көргеннен ақ таныдым. Суретіңе қарап сәл бойшаң деп ойлаушы едім. Ренжіме, бойымның бар болғаны осы. Ал мен сені арықтау деп ойлаушы едім. Және сенің бойыңды мынандай ұзын деп ойлаушы едім. Егер шын ұнатсаң, маған тұрмысқа шығуға қарсы болмассың. Ол туралы талай сөйлестік қой. Мен сені ерекше жақсы көрем. Қалыңдығым болшы, Әлия. Немене сен бірден осылай ұсыныс жасап тұрмысың? Созатын несі бар? Телефонмен талай айтылды ғой. Оның үстінде арманымызда, ойымызда, сөзімізде бір жерден шықты. Мен сені ерекше жақсы көрем. Жарым болшы, Әлия. Мен бұл жолы тек танысып білесеміз, жүздесіп дос боламыз деп ойлаушы едім. Ал қалғанын кейін көре жатармыз деп ойладым. Кейін отау құрармыз деп те ойладым.
Ал сендерге жалпа жұртпен бірдей болудың, солардың бұрынғы жолымен жүрудің қажеті қанша? Керісінше сендер өздеріңнің жолдарыңды тауып, ерекше болып, және таза мұсылман, біз сияқты болуларың керек емес пе? Ой, бұл кісі кім? Қорықпа, Алия. Бұл менің туған ағам, есімі Мұрат. Сенің есімің Әлия емес пе? Түсінікті. Мен саған керемет есім қойып, Әмина десем, қарсы болмассың? Немене, менің есімім сізге ұнамай тұр ма? Жоқ, қарындас, кешіріңіз. Әлия болса, Әлия болсын. Сен маған ұнап тұрсың. Әдемі екенсің. Шыныңды айтшы, Жәнібек саған шынымен ұнай ма? Кешіріңіз. Ұялып тұрғаным. Ұялатын несі бар оның? Шындық қашанда жеңеді. Шынын атсаң, Жәнібек екеуіңізді қосамыз. Жәнібекке жар, маған келін боласың. Қазір некелеріңді қиямыз. Бөлмеге барып. Қазір жастарды білесің ғой. Мұсылмандық жолмен некелерін қияды. Әрине білемін. Бірақ мұндай жауапты сәтте жақын жандармен мешіттің имамы болу тиіс емес пе? Субханалла. Сендердің шын куәлерің қазіргі жанындағы періштелер мен көктегі жаратқанның бір өзі. Жәнібек, сен неғып үндемей тұрсың? Күйеу бала өзің, қалыңдықпен өзің сөйлес. Алия, тезірек келісіміңді берші. Бүгін кеше сені алып ауылға қайтамыз. Есіңде ме? Менің көгілдір тау, қалың орман, тау тастар жайлы жазғаным. Сол көгілдір көлге барып суға түсеміз, шомыламыз. Оның суы өте терең. Және сенің көзің сияқты мөп-мөлдір. Сосын, оның қасындағы балықтар сенің жаныңда жүзіп жүреді. Сен ондай балықтарды көрмеген шығарсың. Әрине, мен де балықтарды жақсы көремін. Әсіресе қуырылған балықтарды қалай ұнататынымды Міне, білсем ғой. көрдің бе? Тіпті тамаша. Кеттік ендеше, жүр. Жүр, кеттік. Анашым, кешірші мені, өтінем, анашым. Не болып қалды қызым саған? Анашым, түсінші мені. Маған тұрмысқа шығу керек. Сабыр ет, ботақаным. Түсіндірші, не болып қалды аяқ астынан? Анашым, түсінші мені. Мен бір жігітке ғашық болып қалдым, анашым. Ол да мені сүйеді. Біздің арамызда сүйіспеншілік өте ерекше, анашым. Ғашық болып қалдым де. Ондай болады қызым. Анашым, өтінемін. Ол да мені сүйеді. Сабыр ет, ботақаным. Түсіндіріп айтшы, қане тұра ғой орныңнан. Әкеңнің мінезін білесің ғой. Қазір әкең де келіп қалады. Келіп қалса ұят болып қалар. Тұра ғой, ботақаным, тұр. Сабыр ет, ботақаным. Жылама, қане, тоқтата қойшы. Орындықты алып отыра ғой. Қалайсыңдар? Тамақтарың дайын ба? О, қызым, не болған саған? Неге жылағансың? Кім сені ренжіткен? Менің кішкентай құйттақандай кенжетайымды. Мамаң ұрысқан жоқ па? Ай, Гүлнар, сен ба ұрысқан менің қызыма? Неге ұрыстың? Неге жылап отыр? Айт қане. Есеке, айт десеңіз айтайын. Сіздің кенжетайыңыз бой жетіп қалыпты. Күйеуге шыққысы келеді. Ей, тоқта.
Не деп тұрсың? Қайдағы күйеуге шығу? Ей, бұның 17-ге толғаны кеше ғана емес пе? Әлі бала ғой бұл. Қайдағы күйеуге шығу? Солай емес пе, қызым? Айтшы өзің маған. Әкетай, мен сізді еш ренжіткім келмейді, бірақ маған тұрмысқа шығу керек, әкетай. Тоқта, қызым, тоқта. Мен ештеңе түсінбей тұрмын. Гүлнар, сен түсіндірші маған. Мынау не әңгіме? Есеке, біздің қызымыз бір жігітті қатты сүйіп қалған сияқты. Қай уақытта сүйіп үлгеріп жүр? Ол не қылған жігіт? Білесің бе сен өзің? Есеке, ашуланбаңызшы. Қазіргі таңда жастар бір-бірімен интернет арқылы да таныса береді ғой. Ең бастысы, екеуі бір-бірін қатты ұнатады. Тоқта, тоқта. Ай, интернетпен танысу деген не? Біздің жоспарымыз қайда? Бұл баланың оқуы қайда? Өзің сияқты дәрігер болам деген арманы қайда? Ай, оның бәрі ертең күйеуге шыққаннан кейін қалады ғой бәрі. Соған ақылдарың жетпей тұр ма? Есеке, Қалай түсінбейсіңдер мені? ашуланбаңызшы. Түсініңізші. Түсінбеймін. Түсінгім де келмейді. Неге менің басымды қатырасыңдар? Күйеуге шығуға бұл қызым әлі кішкентай. Түсіндің бе? Папа, маған тұрмысқа шығу керек, папа. Тоқтат, қызым. Тоқтат. Күйеуге шығуға әлі кішкентайсың. Ең болмағанда жасың 18-ге толсын. Содан кейін көрейік. Күйеу баламен танысайық. Құдалар келсін. Танысып білесейік, қызым. Дұрыс адамдар болса, мен еш уақытта қарсы болмаймын сенің күйеуге шығуыңа. Тойыңды жасап, ақбатамызды беріп, сәнімен өзіміз шығарып саламыз. Папа, Келістік пе, қызым? Папа. Тоқта, қызым. Айттым ғой саған. Менің ұлықсатымсыз күйеуге шығам деп ойлама. Түсіндің бе? Менің ұлықсатымсыз күйеуге шығам деп ойлама. Осыдан менің ұлықсатымсыз күйеуге қашып кетіп жатсаң, менен жақсылық күтпе. Пайғамбар жасына келгенде менің ел жұртқа күлкі болатын жайым жоқ. Олай болмауға тиіс. Түсіндің бе? Сондықтан жақсылап ойлан. Ойлан, қызым. Мені ел жұртқа күлкі етіп жүрме. Менің рұқсатымсыз ешқайда аяғыңды басушы болма. Бар бөлмеңе. Ойлан. Әлия, бізге билет алу керек. Жеке куәлігіңді алып вокзалға кел. Сағат 12-де. Жақсы. Қазір Мұратпен ақылдасып көрейін. Содан соң саған звондаймын. Жақсы ма? Гүлнар, барып қараш кім келген. Анда бір адамдар келіп тұр, танымайым. Алиямен сөйлесіп жатыр. Алло. Уағалейкум ассалам. Кімсіңдер? Қандай шаруамен келіп тұрсыңдар? Кешірерсіз, мен Мұратпын. Кеше сіздің қызыңызбен менің інім Алланың қалауымен некелерін қиып еді.
Енді Алияны алып кетпекшіміз. Сіз қарсы болмассыз. Папа, өтініп сұраймын. Қызым, Папа, рұқсат бар кет беріңізші, бөлмеңе. өтінем. Кеше айтып түсіндірген жоқпын ба мен саған? Әй Гүлнар, мыналар не оттап тұр? Қайдағы келін? Қайдағы неке? Әй оңбағандар, не деп тұрсыңдар? Менің қызым не, сендерге ойыншық па? Жоғалыңдар сүмелектер. Әй қатын, маған қыздың телефонын алып кел. Не сұмдық? Өткенді айтпап едім. Тағы да қайталап айтам. Қыз ешкімге звондамасын. Ешқайда да шықпасын. Сен де миыңа жақсылап құйып ал. Осыдан қыз қашып кетті бар ғой. Менен жақсылық күтпе. Түсіндің бе? Өй, қырсық. Жәнібек, сен оны дін жолына түскен таза мұсылман қызы. Және айтқанынан шықпайтын тәртіпті қыз деп едің ғой. Ата-анасы неткен көрген шандар. Тіпті бізбен сөйлескісі де келмейді. Келісім берді де, мен неге алдадың? Бұдан бұлай мені алдаушы болма. Аға, хиджабпен түскен суретінде Әлияның өзінде көрдің емес пе? Қыздың жөні бөлек, маған деген сезімін өз көзіңмен көрдің. Ал оның ата-анасы ондай екен қайдан білейін? Жақсы. Болар бол деген осы, Субханалла. Енді өзіңе лайықты, салмақты жар тауып алуың керек. Мойыма енді. Бұл шаруаны енді өзім реттеп беремін. Мұсылманға бұндай әйелдердің керегі шамалы. Құрып кетсін. Ондайларды талақ ету керек. Жәнібек, танысып қой мына сұлу қызбен. Есімі Сумая. Өзім сөйлесіп әбден келістірдім. Саған тұрмысқа шығуға келісті. Өзі нағыз мұсылман қызы, тек никақпен неке қидырсақ болғаны. Сен бұл қызбен шаңырақ құрсаң, бақытыңа, бақша мұратыңа жетесің. Бірақ аға, Қыздың өзі келісті деген жоқпын ба? ата-анасы келісті ма? Мен саған айттым емес пе, қыздың өзі келісті. Аға, енді мен ше? Сен бе? Саған үйлену керек. Саламатсыз ба, Гүлнар апа? Саламатсыз. Қалайсың Мәншік? Әлия үйде ме? Иә, үйде, кіре ғой. Телефоны сөндірулі, куратор іздеп жатыр. Аздап сырқаттанып қалып еді, келесі аптада барады. Маған кіріп шығуға болады Әрине, ма? кіре ғой айналайын. Жағдайын сұрап шық. Әлия, қалайсың? Жағдайың қалай? Жаным-ау, ауырып қалдың ба не? Телефон берші, Мәншік. Телефон. Сосын айтамын. Пароль қалай бұн? 5421. Кімге соғайын деп жатырсың? Сосын күте тұршы.
Алло, Әлия, сабыр етші. Уайымдама, бәрі жақсы болады. Бірақ азда болар тынышталсын, иә? Мен арнайы өзім кейін барам. Иншалла, барам. Бірақ қазір менің қолым босамай жүр жұмыстан. Күт мені, шыда жан, иә? Енді саған көп жұмыс жасауға тура келеді. Сосын көп ақша табасың. Әлгінде кіммен сөйлестің? Жұмыс барысымен. Өтірік айтпа, шыныңды айт. Қыздар ғой, аға. Мұның дұрыс. Мен оған келсем. Шынайы мұсылманға 4 айыл алуға рұқсат етілген. Бірақ саған әлі ертелеу. Қашан мол табысқа кенелесің, сосын аласың екінші әйелді. Иншалла, ол күнді жақындап келеді. Сен қазір басқа жұмысқа, емдік шөптер жинауға барасың. Мен қабылдайтын орынды таптым. Қытайлықтар жоғарғы бағамен сатып алуға келісті. Әрине, оңай шаруа емес, бірақ қиыншылығы да бар. Бірақ атқаруға болады. Сонда қандай қиындық? Сөздің расы, емдік шөптер шекара маңында өседі. Қытайлықтар өз жақтарын тып-типыл қылып, біз жаққа көз салып отыр. Әрине, шекарадан заңсыз өту оңай емес. Атылып кетуің де мүмкін. Байқамай өтіп кеттім деп ақталуға да болады, бірақ оған кім сенеді? Бірден оққа ұшып кетуің де ғажап емес. Бірақ саған қорқатын несі бар? Сен ол жақта 5 саусағыңдай білесің. Және тау тастарды араладың. Сен оңайлықпен ұстала қоймассың. Тіпті ұсталған жағдайда ол жақтағылар, шекарашылар сені бәрі таниды емес пе? Әрине таниды. Бірақ бәрі таниды деп айта алмаймын. Танып танымаудың екі жақты пайдасы бар. Сонымен ертеңнен бастап табысы мол, көп табысқа жұмыс жасайсың.
Сумая, тағы не болып қалды? Неменеңе еңкілдеп отырсың? Осы үйге келгелі бері бір тыным тапқаным жоқ. Таңның атысы, күннің батысы. Мен де бір, қара ешек те бір. Менімен ешкім де тіптен сөйлеспейді. Ал күйеуім болса сөйлесуді қойды. Мен де әйелмін. Маған да күйеудің ықыласы керек. Жылама, Сумая. Жылағаннан түк те шықпайды. Шыдамды бол. Жақсы күнді күт. Шыдамды болсаң ғана Алла тағала бәрін ескереді. Оның үстіне жақында балалы боласың. Бұл көрген қиындықтың бәрі ұмыт болады. Сонда ғана аналық махаббатты сезінесің. Өрттің өз-өзіне тұтанып, өртке айналғанына сенесіз бе? Бұл жерде ешкім жоқ. Картон жақын жерде, жабық зона. Өрттің себебін іздейік.
Байланыстамыз. Қоған бақтылы, сіз қайдасыз? Біз 15-ші квадраттамыз. Қонып, өрт болған жерді қарап, ұшуға дайынбыз. Қоған бақтылы, шекарашылар жаңа ғана хабарлады. Біздің аймақтың 17-ші квадратта түтін байқапты. Шағын өрт болуы мүмкін. Естідіңіздер ме? Түсіндік, ұшайын деп дайындалып тұрмыз. База. 828-ге жауап беріңдер. Көрсетілген аймақты мұқият қарап шықтық. Өрт жоқ. Бірақ от жаққан орынды таптық. Тез сөндіріп, белгісіз адамдар зытып үлгеріпті. Біздің пайымдауымызша, олар браконьерлер. Естіп тұрсыз ба? Жауабыңызды күтеміз. Бәрі түсінікті. Қазір басқармаға баяндаймын.
Ассалаумағалейкум. Бауырым, ана жақын маңдағы ауылға алып кетесіңдер ме? Адасып қалып едім. Отыр. Біз бұл жақтан емеспіз. Жолды да білмейміз. Мына жол әйтеуір бір жерге алып барар. Жанармайымыз бар, соған сеніп келеміз. Айтпақшы, өткен жылы Әлия екеуміз осы сен сияқты автостоппен өстіп қыдырғанбыз. Көрген қызықтар, қиыншылықтар, алған адреналин бір басымызға жетті. Сен сияқты осылай автостоппен саяхаттағанбыз. Мұны не қылған блокпост? Шамасы біреулерді іздеп жатыр ау. Бізде қазір тексерістер болып жатыр, күдікті адамға байланысты. Сондықтан тексеріп жатырмыз. Жақсы. Қай жақтан келеміз? Біз ақтөбелікпіз. Саяхаттап жүрміз. Жүк көлігін тексер. Қазір біткен жерім осы бар. Ал мен ұстайтында нендей кінәм бар? Мүмкін мен емес, бөтен біреуді іздеп жүрген болар. Мына жүргізушіге қарасам, жақсы жігіт сияқты. Жақсы, жолдарыңыз болсын. Бірақ мына жігітке күмәнданамын. Осыны тексер демесе болды. Қой, олай болмас. Әйтпесе мені көлігіне мінгізбей айналып өтіреді. Не де болса тезірек бітсе екен. Екі жүз жиырма бес байланыста. Қабылданды. Қызым ау, саған не болған? Түрің бұзылып тұр ғой, ауырып тұрмысың? Еш алаңдама, мама. Қазір бәрі өтеді де кетеді. Шаршап кеттім. Барып демалам.
Гүлнар, қалайсыңдар? Біздің Әлия үйде ме? Әлия өз бөлмесінде. Отағасы, қызымыз өзгерген, бір түрлі, ешкімді көргісі келмейді. Мазаламай тұра тұршы. Ұйықтап жатқан болар. Жақсы. Мен қытайлықтарға соғып шықтым. Біз тапсырған тауарлардың сапасына дән риза. Енді оларды көбейтуді сұрайды. Жәнібек, қалай ойлайсың? Біз олардың сапасын, санын көбейте аламыз ба? Білмеймін. Негізі жалғыз адамға қиын соғады. Сен де айтасың. Сен сияқты епті, қарулы жігіт тұрғанда не көрініпті? Сен осы тау барысы емессің бе? Әлде сағанда тәрбиеші керек пе? Мен көмекке барар едім, әттең, соңға да ілесе алмайым. Баяғы денсаулық жоқ. Аға, негізі машина алсақ оңайға соғады. Жоқ, ақи, жоқ. Біз әлі жаңа машина сатып алатын деңгейге жеткен жоқпыз. Көне машинадан не пайда? Ертең ақ тау шатқалдарында шашылып қалады. Бір жылдан соң бәрі де болады. Сен маған мынаны айтшы. Сумая мен екеуің араларында не болып жүр өзі? Тұнжырап жүр ғой. Аға, шынымды айтсам, тартпайды ол қыз мені. Мүлдем ұнатпаймын. Ойлағам уақыт өте келе ұнатып кетем деп. Өзіммен өзім көрсем жыным қозады. Білмеймін не істейтінімді. Шыдамдылық керек, шыдамдылық. Әлі-ақ үйренісіп кетесің. Тіптен болмай жатса, екінші әйел аласын. Ол қиын мәселе емес. Ең бастысы бізге жұмысты екі еселеуіміз керек. Сонда ғана бәрі болады. Ұқтың ба? Ұқтым, аға. Сізді кім кіргізді бұл жерге? Кешіріңіз, мен алыстан келіп тұр едім. Сәулені бола ма?
Сәуле, 5 минут. Жәнібек, Қалайсың, Сәуле? Жағдайың қалай? Сені көрмегелі көп болды. Не жаңалық? бәрі баяғыша. Түрің өзгеріп кетті ғой. Саған не болған? Қайда жоғалып кеттің? Кешір, Сәуле. Телефонымды жоғалтып алдым, одан кейін біраз уақиға өтті. Білмеймін не істейтінімді, басым қатып кетті. Сен алаңдатып жүрген қандай оқиға? Не болып қалды? Жақында шетелден ағам оралды. Оның үстіне біраз жағдай болып қалды. Ендігі қалған жалғыз туысым Мурат бірнеше жыл шетте жүрді. Менің білуімше оның аты Марат емес пе? Әлде сенің басқа ағаң бар ма? Жоқ, біз басында оны Марат дейтінбіз. Енді ол Мурат. Сен мені тыңда, бері қара. Сендер дінге әбден мойын сұнып кеткен екенсіңдер. Араб елдерін шарлаған боларсыңдар біраз. Білмеймін, Сәуле. Бұл әңгімені енді қозғамай қойықшы. Одан да сен маған өз нөміріңді бер. Мен саған хабарласып тұрам. Білесің бе, Жәнібек? Сәуле! Ей, сен мынаумен көп тұрып қалдың ғой. Сәуле! Сәуле, мынауың кім? Кет әрі. Маған жақындама дегенім қайда? Ей, сендерге не көрінді? Аға, түсінбедім не жазғанымды. Жәнібек мені тіптен жеп көретін болған. Қолымнан келген бәрін жасап жүрмін. Енді қайтейін? Жақсы, Сумая, өз бөлмеңе бар. Әні мен өзім сөйлесем. Жәнібек, сен келіншегің ұнамаса, ана музыканы шаңда әкелуіңе болады. Бірақ бір шартым бар. Паранша киіп, домбырасын тастасын. Сенің екі әйелің болсын мейлі, бірдеңе қыл бастырармыз. Екінші әйел демекші, менің Сириядағы бауырларым хабарласты. Ол жақтағы менің екінші әйелім Зухра мен қызым Биназира табылыпты. Немене? Сонда сенің екінші әйелің мен қызыңда болғаны ма? Иә, Жәнібек, мен оларды жоғалтып алғам. Сосын саған айтқаным жоқ. Менің енді Түркияға аттануым керек. Менің ол жақтағы бауырларым шекарадан өткеріп жіберуге дайын. Мынау міне қытайлықтардың мекен-жайы мен телефоны. Мен олармен тауардың бағасын 2 есе көтеруге келістім. Сен енді оларды өз бағасымен алып сата аласың. Мені күт, ақшаңды босқа шашпа. Жарай ма? Түсіндің бе? Түсіндім, аға. Жәнібек, егер маған бірдеңе бола қалса... Аға, не болу мүмкін? Әлде қайтып келмеуің да мүмкін ба? Сабыр, Жәнібек, сабыр. Бәрі Алланың қолында. Алдын ала сақтандырып жатқаным ғой. Жәнібек, менің әйелім мен балам сенің қасында болсын. Ешқайда жіберме. Оларға оң көзіңмен қарап көмектес. Жарай ма? Егер жаманат бола қалса, Халида сенің екінші әйелің болады. Түсіндің бе? Жалтақтамай маған тура қара. Түсіндің бе деймін? Түсіндім, аға. Мынау қалған 2000 доллар. Мынау қазіргі ақшамен 600 мың теңге. Бұған сен бір сиыр, 4 ешкі сатып алуыңа болады. Сен оларды сатып ал.
Олар келесі жылы өз өнімін береді. Осылайша жағдайымызды түзетіп аламыз. Жарай ма? Сен бірақ көп уайымдама. Мен оралуға тырысам. Ең бастысы емдік шөптерді көбірек жинап өткізуге тырыс. Мұрат, жалынамын саған. Кетпеші. Біз тозақтан әрең құтылдық емес пе? Сенің ана жақтағы бауырларыңа сенбеймін. Сол бомбалаудан Зухра мен Биназирдің тірі қалғанында жалған. Өзің көрдің емес пе? Ондайдан ешкім аман қалған емес. Олар сені алдап, басыңды айналдырып, ақша алудың жолын іздеп отыр, Мұрат. Сенің өзің де, сенің бала-шағаң да оларға керек емес. Оларға керегі сенің ақшаң. Сенің бірнеше мәрте ақша жібергеніңді білемін. Оларға бәрібір аз, Мұрат. Есіңді жи, Мұрат. Біздің мына тыныш тірлігіміз бізге аз ба? Мұрат, ешкімнен жасырынбай. Тыныш тірлік кешеміз. Ашық, адал өмір сүреміз, Мұрат. Аланда ешқандай да жихад жоқ. Тіпті жас балаларды бауыздап жатқанын көрдік қой, Мұрат. Жап аузыңды сен! Жап! Не айтып тұрғаныңды білемісің? Тоқтат кәне былшылыңды! Енді тағы бір сөз айтсаң? Мұрат, өтінем сенен, қайт шырайыңнан. Әйеліңнің сөзінің жаны бар. Андағылар сені алдап жүр, Мұрат. Бармай-ақ қой сол жаққа. Мұрат, сен менің жалғыз бауырымсың ғой, Мұрат. Жоқ. Мен өз уәдемді тұратын адаммын. Және олар мені күтуде. Оның үстіне мен, әйелім Зухра мен баламды онда қалдыра алмаймын. Мұрат дейм, Мұрат! Gitme Aki. Mama. Mama. Саламатсыз ба? Кіріңіз. Ештеңе етпейді. Жүктілік кезінде ондай жағдайлар болып тұрады. Ей, мынау не? Есеке құдай атсын. Мен тіпті де білген жоқ. Тоқта. Сіздер не білмейсіздер ме? Жүктілік екені көрініп тұр ғой. Сіздер қалай байқамайсыздар? Мүмкін ол кең көйлек кигендіктен байқамаған шығарсыздар. Кешіріңіз, маған кету керек. Ай, қызым. Ерге қараттың ғой мені.
жерге қараттық қой. Әкетай. Әкетай, мен не білдіргенімді енді ғана түсіндім, әкетай. Нәрестенің ешқандай кінәсі жоқ, папа. Ол жарық дүниеге келуге тиіс. Сіздерден бір сұрайтыным, менен теріс қарап айналмаңыздаршы, өтінемін. Мен сіздерсіз өмір сүрамаймын, әкетай. Кешіріңіздерші мен, әкетай, өтінемін. Түсініп аяңыздаршы мен, әкетай. Әкең. Халидат, мыналарың не? Мен бұдан бұлай бұл үйде тұра алмайым. Қалайша? Мұрат пен Саид ше? Жәнібек, сен шынымен де сондай аңқаумысың? Сенің ағаң қайырымы жоқ, құрдымға апарар жолды таңдады. Енді қайтып келмейді. Айтпақшы, Жәнібек, сен де жалғыз қалдың. Сумая да кетіп қалған. Сумая? Қалайша, оның аяғы ауыр емес па? Сен жоқта, сенің ана тауларыңды шарлап жүргенде, мұнда біраз жағдайлар болды. Ана, солдың үстінде қағазда бәрі жазылған. Оқыған соң түсінерсің. Қош бол, Жәнібек. Менің саған айтар кеңесім. Ана аған таныстырған жолдастарыңнан аулақ жүр. Олар сені пәлеге ұрындырады. Қош бол, Жәнібек.